2025-тің хиті үлкенге де кішіге де ұнайтын, бір жасап көріп жесеңіз аузыңыздан дәмі кетпейтін осындай керемет пирог. Сіздермен рецептін бөлсен, ең алдымен осылай жұмыртқа, ерітілген сары майымыз, қант. Миксердің қажеті жоқ, осылай араластырсаңыздар болады. Үстінен какао саламыз, барлығын біріктіреміз. Бір шай қасық қопсатқыш саламыз, барлығын араластырып, електен өткізіп, ұнымызды салып, әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Мінекей видеода көріп тұрғандай. Енді салмасына қаймақ, жұмыртқа, қантымызды салып, біріктіріп, бұл пирогқа ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осылай қасықпен немесе осындай лопаткамен араластырсаңыздар болады. Крахмал саламыз. Және де сатып алған Орео печеньемізді осындай бөліктерге бөліп салатын боламыз ішіне қарай. Духовкамызды алдын ала қосып, қыздырып қоямыз. Салып, осылай қоспасын араластыратын боламыз. Менде форма диаметрі 25. Қамырымызды салып, астына әдемілеп жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін үстіне салмасын құйып, әдемілеу үшін бетіне Орео печеньеларын қойып шығамыз. Осылай қызып тұрған пеште әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Пісіп болғаннан кейін бөлме температурасында суытып, суығаннан кейін бетін пешебай пленкамен жауып, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойсаңыздар, кескен кезде де керемет болады, жеген кезде де өте дәмді болады. Осылай әдемілеп қонақтарыңызға немесе үйдегі жандарыңызға шаймен ұсынсаңыздар, өте қатты қуанады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің YouTube парақшама көріңіздер, неше түрлі рецептер, тәттілер, салаттар бар. Сіздермен болған Әйгерім Бақытқызы.